Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назым. Бүгін осындай 5 бармақ жасайтын боламыз. Алдымен біз еттерімізді осылай жақсылап жуып, ыдысқа салып қайнататын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша ет қоссаңыздар болады. Осылай газге қойып, қайнағаннан кейін астын жай қоятын боламыз. Бетіндегі көбіктерді алып тастап, пиязды, картопты және де сәбіз салатын боламыз. Тұзды мен қайнамай жатып 1 қасық тұз салдым. Дәміне қарай саласыздар. Ет тұздалған болса, тұздың көп салынуы қажет емес. Осылай қамырды илеп алып жаятын боламыз. Қамырға 3 пиала су, 1 жұмыртқа, тұз қосып иленді. Енді осылай жаюға мамам көмектесіп жатыр. Мінекей, осылай қамыр жайып аламыз. Енді осылай кесіп сорпамызға салатын боламыз. Сорпамыз 3-4 сағаттай қайнауы қажет. Етіміз жұмсақ болып пісуі керек. Сосын етті, картоптарды сүзіп алатын боламыз. Осылай қамырымызды жайып, оны кескенше сорпамыз қайнай береді жай отта. Содан кейін сорпамыз аз болып қалса, үстіне қайнаған су құйып, тұз қосып, қайнатып, сол сорпаға қамырымызды салып алатын боламыз. Дастарханға мән бермеңіздер, май тигендіктен сондай болып тұр. Мінекей, сорпамыз қайнап тұр. Осыған қамырымызды жақсылап салып пісіріп алатын боламыз. Барлық қамырды сыйғанша саламыз. Салып бетін жауып, қамыр ағарғанша, яғни піскенше 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз езіліп кетпеуі қажет. Уақытында алып үлгеруіміз керек. Осылай қамырларды салып, араластырып жібереміз. Сосын тағы бір қайнап шығу үшін бетін жауып қоятын боламыз. Мінекей, піскен еттерді біз алып алдық сорпадан, бағана қамыр салмастан алдын. Осыларды енді турайтын боламыз. Енді турамай қонақтарға берсеңіздер де болады. Алдын ала турап та салсаңыздар болады қамырдың бетіне. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Неге қамырымыз пісті, сүзіп алып жатырмыз. Бұл тұздық, пиязды турап, сорпаның майын қосып, болгар бұрышымен бұрыш қосып, осылай бір қайнатып аламыз. Солай тұздығымыз дайын болады. Мінекей, уже бұл екінші табаққа салынып жатқан қамыр. Біздің жасаған 2 зуала қамырымыздан 2 табақ 5 бармақ шықты. Мінекей, буы шығып тұр. Енді осының үстіне тұзды құятын боламыз. Тұздығымыз негізі көп құйылуы қажет бетіне. Сол кезде
суының дәмі, яғни тұздықтың дәмі өте күшті болып қамырға дәм береді. Неге суынан құйып жібереміз. Негізі сулы болған өте жақсы, қамырдың да дәмі күшті болады. Мінекей. Енді бағана пісірген картоптарымызды турап қоятын боламыз. Ашық қоссаңыздар өз қалауларыңыз бойынша. Неге сәбізімізді де қоямыз. Еттерімізді қоямыз. Осылай қабырға, қазы еттерімізді қойып қонақтарға ұсынамыз. Егер де турағыларыңыз келсе, турап қоссаңыздар да болады, жеуге ыңғайлы болу үшін. Мінекей дастарханға алып келдік. Осылай өте дәмді бесбармағымыз шықты. Ас болсын.